Елімізде қолжетімді автонесие беру үшін республикалық бюджеттен қосымша 8 миллиард теңге бөлінді. Осылайша азаматтарға жаңа әрі қолжетімді темір тұлпар иесі атану үшін таптырмас мүмкіндік беріліп отыр. Қаржыландыру бағдарламасының агенті болып, Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкі осымен 4-ші транш бөліп отыр. Жеңілдікпен автонесие беру бағдарламасы шеңберінде бұған дейін қаражат 3 мәрте бөлінген болатын. Олар 2015-2016 жылдары ұлттық қордан жалпы сомасы 26 миллиард теңгеге тең бірінші және екінші транштар. Былтыр республикалық бюджеттен бағдарламаға 8 миллиард теңге жіберілсе, биыл тағы да осынша қаражат үлестірілді. Сегодня мы рады сообщить о том, что Бүгінде аталған бағдарламаны қаржыландыру үшін республикалық бюджеттен қосымша 8 миллиард теңге бөлініп коммерциялық банктерге жіберілді. Қазіргі уақытта жаңа жылжымалы мүлік нарығында сұраныстың жоғары екенін ескерсек, қаражат қысқа мерзім ішінде игеріледі деп күтіліп отыр. Жеңілдетілген автонесие алу тәртібі мынадай: барлық өтінімді коммерциялық банктер қабылдайды. Кейін олар мақұлданған құжаттарды Қазақстанның даму банкіне жібереді. Ол өз кезегінде өтінімнің бағдарлама шарттарына сәйкестігін қадағалайды. Таңдалған жеңіл көліктің құны 15 миллион теңгеден аспауы қажет. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 4%, ал несие төлеу мерзімі 7 жылға дейін болу керек. Өз шешімін Қазақстанның даму банкі коммерциялық банктерге 3 жұмыс күннің ішінде жібереді. Айта кетейік, биылғы қаражат 5 банктың арасында үлестірілді. Бұл келесі банктерге бөлінді. Сбербанк, Центркредит, Евразиялық банк әрқайсысына 2 миллиардтан бөлінсе, Халық банкі және ВТБ банкке 1 миллиард теңгеден қаржы бөлінді. Осылайша 4-ші траншты қоса алғанда 2015 жылдан бері жеңілдетілген автонесие беру бағдарламасына 42 миллиард теңге қаржы бағытталған. Осы уақыт аралығында 13 600 көлік сатылған. Мейірлан Алтынбек, Наурыз Базаров, Хабар 24.